Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Отырыңыздар. Жақсы балалар, бүгін сынып түгел ме? Кезекші кім екен? Үйге қандай тапсырма берілді? Сынып түгел ме? Жақсы, отырыңыздар. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сіздерге тақырыппен таныстырайын. Біз таңбалары әртүрлі сандарды қосу және теріс сандарды қосуға бүгін есептер шығарамыз. Сабағымызды бастамас бұрын біздің оқу мақсатымыз таңбалары бірдей және таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосуды орындай білуіміз қажет. Сабағымызды бастамас бұрын бізде алда қандай мереке келе жатыр? Республика күні. Республика күні. Бүгінгі сабағымызды республика күніне арнаймыз. Жақсы, балалар, алдымен сабақта бағалау үшін сіздерге ту түсті әдемі бағалау парақшаларын таратамын. Әрбір орындаған тапсырмаға дескриптор бойынша баға, балл беріліп отырады. Сол бойынша мына берілген бөлікті жылжытып отырамыз. Әр сабаққа, әр тақырыптағы есептерге сәйкес тапсырмалардың дескрипторын жоғары төмен қозғап отырамыз. Келістік пе? Бізде мен қазір сіздерге қолдарыңызға есептер таратам. Сол кезде дескрипторы қапталында жазып тұрады. Қанша балл екендігі. Жақсы ма? Алға қарай жалғай бер. Артқа қарай жалғай бер. 2, 3, 4, 5. Дұрыс па? Осы дескриптор бойынша өзін-өзі бағалау сіздерге қазір қалыптастырушы бағалауларыңды бүгінгі күннің қанша балл алғандарыңызды журналға қойып беретін боламын. Жетті ме? Жақсы. Үй тапсырмасын, ережелерді қайталауды біз Шырағай платформасы арқылы WordWall-да орындайтын боламыз. Тақтаға назар саламыз. WordWall-да дөңгелек айналғанда кімге түседі, сол оқушы кезекпен жауап береміз. Келістік пе? Үй тапсырмасын тексеру мақсатында сіздерге берілген өткен тақырыптың барлық ережелерін жаттауға берілген болатын, дұрыс па? Сол бойынша Шырағай платформасындағы ұшқыр шырақ бөлімі арқылы сіздердің әр қайсыларыңызға жеке-жеке тапсырма берілетін болады. Мұқият отырамыз. Кәнекей, Ерасыл, оң сан дегеніміз не? Келсеміз ғой, ә? Жақсы, молодец. Жарайсың, өте жақсы, керемет. Бағалау парақшаңа бір балыңды қойып көр. Оң сан координаталық түсуде 0-ден 10-ға қарай орналасқан плюс таңбасымен берілген сан. Келесі. Мерей. Қарама-қарсы сандар дегеніміз Мерей? Қарама-қарсы сандар дегеніміз таңбалармен ажыратылатын сандар. Өте жақсы. Келсеміз ғой, ә? Иә. Жақсы. Келесі. Қайсар, дайын отырамыз. Рационал сандар дегеніміз? Жақсы, жақсы, отырам. Өзіңе үй тапсырмасының бір балын белгілей ғой. Ұста қолыңа. Келесі, жұлдыз, теріс сан дегеніміз қандай сан? Теріс сан дегеніміз минус таңбасымен берілген сан. Жақсы, өте дұрыс. Отыра ғой. Ырысбек. Санның модулі дегеніміз не? Санның теріс санның модулі 10 санға тең. 10 санның модулі 10 санға тең. Бұның мағынасы модульден әрқашан 10 сан шығады деген сөз. Модульден әрқашан 10 сан шығады деген сөз. Және санның модулі дегеніміз өзі тұрған орыннан 0-ге дейінгі ара қашықтық. Жақсы. Отыра ғой. Раяна. Теріс рационал сандарды қосудың ережесі қандай? Модульдерді қосып шыққан санның алдына минус таңбасын қоямыз. Өте жақсы. Теріс сандарды қосу үшін сонымен олардың модульдерін қосып, шыққан санның алдына минус таңбасын қою керек екен. Жақсы. Келесі. Я, жігер. Оң санның модулі неге тең, жігер?
Жақсы, жігер отыра ғой. Келесі. Жақсы, әдемай. Таңбалар әртүрлі рационалдар қосуға мысал 5-ке -3-ті қосатын болсақ, шешімі? Иә? 2. Өте жақсы. Келсеміз ғой, иә? 2. Бағалау парағына қойып отыр, балыңды 1-ге дейін көтеріп. Жақсы, ғибрат. Координаталық түсу дегеніміз? Санақ басынан оң жаққа қарай Бағытталған. кесінді. Бірлік кесінді таңдалған. Түзу. Жақсы, отыра ғой. Келесі. Жақсы, Асылмұрат. Теріс санның модулі қандай? Иә? Оң санға тең. Жарайсың, отыра ғой. Жақсы, көбейсін санның модулі дегеніміз? Санның модулі санның координаталық тізімдегі нүктеге дейінгі ара қашықтығы. Жақсы. Әрқашан қандай болады санның модулі бізде? Жақсы, Ахмедияр, рационал сандар салыстыру. Оң сан мен теріс санын салыстырсақ, қайсысы үлкен? Теріс сан мен 0-дің қайсысы үлкен? Жақсы. 2 теріс санның қайсысы үлкен? Қайсысы 0-ге жақын болады, сол үлкен болады. Қайсысы 0-ге жақын болады, сол үлкен болады. Немесе қайсысының модулі үлкен, сол сан кіші болады. Жақсы, жарайсың. Рационал сандарды қосқанда, таңбалар әртүрлі сандарды қоссақ, қандай сан шығады бізде? Таңбаларға әртүрлі рационал сандарды қосқанда үшін модульді кіші модульді азайтып, үлкен модульдің таңбасын қоямыз. Жақсы, жарайсың, өте жақсы. Жақсы, аяулым, 2 теріс санды қосуға мысал, -2-ке -5-ті қосатын болсақ, жауап -7. Келсеміз ғой, иә? Тексерейік. Бізде жауабы -7. Өйткені модульдерін қосқан кезде +7 шығады, нәтижесі теріс таңбамен таңбалаймыз. Себебі 2 теріс санды қосқанда олардың модульдерін қосып, шыққан санның алдына минус таңбасын қоямыз. Жақсы балалар, үй тапсырмасын ережені барлығымыз жақсы дайындалып келген екенбіз. Бағалау бетшемізге өзіміздің бағалымызды қойып қояйық, белгілеп. Енді бүгінгі күннің жадын дәптерлеріңізге жазыңыздар. Теріс сандарды қосу, таңбалар әртүрлі сандарды қосуға есептер шығару. Жақсы, олай болса оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулығымыздағы 466 есепті ашайық. Жақсы балалар, бүгінгі күннің жадын жазсақ, үй тапсырмасына өте керемет жауап берсек, бағалау парақшасына бағалауымыз салсақ, енді жұптық жұмыс орындаймыз. Бізде жұптық жұмыс Шырағай платформасы арқылы берілген Wordwallдағы тапсырма арқылы жұптасып орындаймыз. Біреуіміз келіп есепті таңдаймыз, екіншіміз тақтаға орындаймыз. Келістік пе? Жұптаса отырып. Және мұнда бізде әдемі көрнекі, сіздердің көздеріңіз түсіп тұр ма? Бұл не қолымдағы менің? Ту. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің бірі ту. Сабаққа белсене қатысқан оқушыларға сіздерге осы туды сыйлыққа беретін боламын. Сондықтан белсенді түрде араласып отырайық. Келістік пе? Ал бірінші жұп тақтаға келеміз. -78 қосамын, -78. Мәні? Келсеміз бе? Келсеміз бе? Жақсы. Қарай, келесі жұп. Балымызды бағалау парақшасына қойып отырайық. Келесі жұп. Айналдыр. Балалар, дәптерімізге жазып отырайық тақтадағы есепті. Оқы. -56 қосамын, -67. Келсеміз бе? Жақсы. Келесі жұп. Ал. Тағы айналдыр жүр. Оқы. -4 қосамын,
Қасына бар. Келсеміз бе? Жақсы, мына жерде жақшамызды салып жіберейік. Отыра қойыңдар. Бағалау парақшасына 1 балымызды береміз. Келесі, айналдыр. Дәптерімізге жазып отырайық, балалар. Келесі жұп. Оқи ғой. Минус 89 қосам минус 69. Жақсы. Жақсы, ережені жақсы қолданып тұрмыз. Келесі жауабымыз біздің. Әдемай? 159. Жөндеп саламыз 9-ды. 8. Иә, 158. Келесі жұп. Жақсы. WordWall программасы арқылы платформасындағы есептің келесі жұпқа түскен тапсырмасы. 2 балымызды қойып отырмыз ғой, өзімізге 2 бірлікке көтердік қой. Минус 456-ға қосамыз минус 46-ны дейді. Жақсы, жауап бізде минус неше болып тұр? 502. Келсеміз ғой, Отырағы, бірақ біз ережені не істеуіміз керек? Пайдалануымыз қажет қосқан кезде. Келесі жұп бізде. Айналдыра ғой. Оқа. Я, 2-ке барасың, 2-ке көтерілесің. 1 бірлік көтерілесің. Жақсы, бізде жауап. Жауап бізде 1300. Я. 45. Өте жақсы. Отыра қойың. Біздің соңғы жұбымыз сіздерге есеп. Түсіріп отыр қолда қағаз. Оқиға. Минус 87-ге қосамын, минус 56 тен болады, оның алдынан минус таңбасын жайып, 87 қосамын, 56 тен болады, 130. Жөнде ғой. Сонымен жауап бізде минус 143. Жақсы. Бала, дәптерімізге жылдам жазып алайық. Біздің жұптық жұмысымыз дәптерімізде тұруы тиіс. Жақсы балалар, біз жұптық жұмысты тағда бір саралап алайық. Бізде 2 теріс санды қосу үшін олардың модульдерін қосып алып, жақшаның алдына не қоямыз? Шыққан мәнге минус таңбасын қоямыз. Бізде оқушылар жақсы меңгерген екен. Жақсы, соңғы бізде шыққан жұп Аяулым мен Қайыржан.
сандарды қосқан кезде теріс сандарды тек қана арифметикалық амалдан ғана қателестік. -143 шығу керек. Өзімізге сәйкесінше бір балдан бағалау парақшасына қоямыз да, енді оқулығымызды ашып, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Кітабымыздағы 466 есепті ашайық. Бұл есепті біз топтасып орындаймыз. Топтаса қояйық, балалар. Сіздерге қазір мен қолдарыңызға таратпа қағазын ұсынамын. Қазір қалаған есікті таңдау арқылы қай топқа қай тапсырма түседі, сол тапсырманы орындайтын боласыздар. Келістік пе? Жақсы. Бірінші топтан келіп, өзіміздің қалаған есігімізді таңдайық. Иә, бар. Қалаған есігін таңдай ғой. А қосамыз В және оны сыға қосқан бұл теріс Жақсы. Екінші топ. Оқулықпен жұмыс. Қалаған есігімізді таңдайық. Ал жақсы балалар, болған топ, белгі білдірейік, біздің уақытымыз шектеулі аяқталды. Өте жақсы. Үш топта қатар аяқтаған екен, олай болса кезекпен әр есікті таңдаған оқушылар жеке-жеке бірінші топтан бастап келіп есебімізді түсіндірейік. Келе қойыңыздар. Жақсы балалар, болған топтан әрқайсысынан бір-бір оқушы келіп тақтаға есепті түсіндірейік. Жақсы. Келсеміз бе балалар? Иә. Ол -9, яғни 9 метр тереңдікте деп айтамыз. -9 демейміз, 9 метр тереңдікте. Өте жақсы, Қайсар. Саған да бүгінгі күннің керемет сыйлығы ұсынылады. Жақсы. Келесі топтан. Қай есік? Тапсырмаң қандай? Қаржы ма? Аружан ба? Аружанның банк шотында 1200 теңге қарыз бар еді. Ол 2000 теңгеге салды. Қазір шотындағы қалдық қандай? Шешуі 2000-ды 1200-ден азайтамыз, 800 шығады. Жауабы қазір
шотындағы қалдық 800 теңге. Қазір шотында қалдық 800 теңге. Амалды дұрыс орындады ғой, е? Сонда шешуі өте дұрыс. Әдемайға да бүгінгі күннің сыйлығы табысталады. Отыра ғой, жарайсың. Келесі үшінші топтан. Аяулым, сіздердің тапсырмаларыңыз? Автокөлік минус 25 метр деңгейдегі туннельге түсті. Кейін ол 18 метр жоғары көтерілді. Көлік қазір қандай биіктікте орналасқан? Көлік минус 25-тен қосамын 18-ді. Жауабы көлік қазір 7 метр биіктікте орналасқан. Өте жақсы. Келсеміз ғой, я? Көлік қазір 7 метр биіктікте орналасқан. Аяулымға да бүгінгі күннің сыйлығы табысталады. Отыра ғой, жарайсың. Дәптерімізге балалар жазып аламыз. Әр топ және бағалау парақшасына дескрипторда берілген бойынша неше балды қоямыз? 3 балл. Сонда біздің бірлігіміз нешеге дейін көтерілу керек? 5-ке дейін. Өте жақсы. Жақсы балалар, біз сабағымызды бекіту мақсатында шырақ тапқыр платформасының арқылы тест орындаймыз. Ол үшін QR-кодты сканерлейміз, ойыншылар қосыламыз, атымызды жазамыз, тездетеміз. Мен қазір мына жерге уақытты ауыстырайын. 60 секунд деп. Жақсы, ойыншылар QR-кодты сканерлейміз. QR-кодты сканерлейік барлығымыз. Атымызды жазайық. Асылмұрат, Жігер, Ахмедияр, жарайсың, Көбейсін, Раяна, Аяулым, Ғибрат. Барлығымыз қосылып болсақ, ойынды бастаймыз. Қазір сіздерге тапсырма шығады. 60 секундта орындаймыз. Жауабын белгілейміз. Сұрақ: қай бөлшек дұрыс? 3-тен 8, 4-тен 3. Жылдам белгілейік. Жақсы балалар. Шырағай платформасы арқылы шырақ тапқыр бөліміндегі есепті шығарған болсақ, тестті бекіту тапсырмасын орындасақ, кімге қандай сұрақ тап болды және жауабын қалай белгіледік, бір-бірлеп айтып шығайық. Бекіту тапсырмасын тексеріп алайық. Және алған балымызды осыған дейінгі жинаған 5 ұпайымызға қосып есептейміз. Сол арқылы қазір бізде қалыптастырушы бағалау шығады. Балалар, мінеке, мысалға Раянада мына жерде 5-ке келіп тұрса, егер ол қазір тест тапсырмасына 5 ұпайына дұрыс жауап беретін болса, онда ол бүгінгі күннің 10 балын иеленді деген сөз. Әзірше барлығымызда 5 қана ұпай екен. Қанекей, есепті тексеріп алайық. Әрқайсымыз жеке-жеке бастайық. Кім айтады біріншісін? Кімге қандай сұрақ тап болды? Иә, оқиға. Маған минус 5 қосамын, ақсам үстінде минус 3. Жауап? Жауап минус 8. Минус 8. Жақсы. Келесі. Айта ғой, Қайыржан. Маған 7 қосу минус 10. Жауабы? Келсеміз бе? Жақсы. Отыра ғой. Келесі. Минус 6 қосамын 4 тең минус 2. Жақсы. Келсеміз бе? Жақсы. Айта ғой, келесі. Минус 8 қосамын 8, жауабы 0. Келесі. Жақсы. 12 плюс минус 7 болады 5. Келсеміз бе? Жақсы. Келесі. Айта береміз. Келсеміз бе? Жақсы балалар. Кішкене сергіту тапсырмасын орындайық. 2 қолымызбен бірдей жұмыс жасаймыз. Екі қолымызбен кәнекей. Бір қолымызбен шеген суырамыз, екінші қолымызбен қағамыз. Қойып отырасың. Бірге. Бірге көтер қолды, шығар. Бірге қозғал. Үлгеріп жатырмыз ба? Кәнекей, Жігер.
Қайталайық балалар. Дайын отырайық. Дайынсыңдар ма? Ал. Бірге бәрі, оң жақтан бәріміз бірге. Бірге жасайықшы бәріміз. Оян. Оян. Болды. Жақсы балалар, сабақ осымен аяқталды. Сіздердің бағалау парақшаларыңыздағы бағаны қазір мен мектебідағы бағаларыңызға, қалыптастырушы бағаларыңа саламын. Бүгінгі күннің кері байланысын қандай деңгейде түсіндіңдер, сабақ ұнады ма, келіп белгілей қойыңыздар. Келе қойыңыздар. Әркім өзінің тұсына келіп атты жылжытсын. Келе қойыңыздар. Жақсы балалар, барлығымыз сабаққа қатысты жақсы белгіледі, кері байланысты жақсы түсіндік. Олай болса, әрқайсымыз бүгінгі сабаққа байланысты өз пікірін білдірсін және қалыптастырушы бағалауды мен қазір айтып отырыңыздар, электронды журналға қойып тастаймын. Бүгінгі күннің сабаққа байланысты өздеріңіздің кері байланыстарыңызды айта қойыңыздар. Бүгін маған сабақ ұнады, қатты ұнады. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Біз бүгін теріс сандарды қосуды, таңбаларды әртүрлі рационал сандарды қосуды үйрендік. Сол үшін бүгінгі сабақ маған ұнады. Және жинаған балам 10-нан 10. 10-нан 10. Жарайсың. Баршаңызға үлкен рахмет. Белсене қатысып, көмектескендеріңіз үшін шын жүректен алғыс айтамын. Жақсы балалар, бүгін үй тапсырмасына В тобынан 472 есепті шығарып келе қойыңыздар. Барлық қасиетті пайдаланып, үлестірімділік қасиетін, орын ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып шығарып келеміз және ережені тағы да бір қайталаймыз. Жақсы, рахмет, сабақ аяқталды, сау болыңыздар.